Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, бізді тамашалауда және бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыздар. Елімізде шошқа тұмауы тарап жатыр. Қазақстанда шошқа тұмауы менен коронавирус жаңа штампы анықталды. Қазір елімізде суперинфекция өршіп жатыр. Министрдің сөзінше, елімізде анықталған ковидтің омикрон штампы бөлек. Цербер штампы да тіркелген. Сондай-ақ ол бір-біріне ұқсамайтын тұмауларды да өршіп тұрғанын айтты. Тұмаудың бір-біріне ұқсамайтын 3 түрі бар. Соның үшін шошқа тұмау, аденовирус тіркелу, вирустардың барлық түрлері тіркеледі. Біз инфекция мен суперинфекцияның араластырып жатқан көріп отырмыз. Вирус бір-біріне жабысып, сырқат өте ауыр жүреді, деді Қазақстан Республикасы денсаулығын сақтау министрлігі. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз.